Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 45-ші сабақ. Түбір мен қосымшаның жазылуы тақырыбы. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, 30-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді тыңда. Жоғалтып алған күн. Бірде Витяның ағасына досы келеді. Ол бір күрсініп алып, малақайын лақтырып жіберіп, бір күнімді жоғалтып алдым, дейді. Досы кеткеннен кейін Витя ағасынан күнді жоғалтып алу мүмкін бе? Олар бір-бірінен аумайды ғой, деп таңданады. Уақыт мөлшеріне қарай күндердің бәрі бірдей. Бірақ олар бір-бірінен жасалған істер және тындырылған әрекетке байланысты ерекшеленеді, деп жауап бере отырып ағасы әрі қарай жалғастырады. Адам баласының пайдалы іс жасамаған немесе көп білуге қажетті ешқандай әрекеттенбеген күні болса, онда ол бос өткен, жоғалып жоқ санатында есептелетін күн деп аталады. Сол күннен бастап Витя ұйықтар алдында бұл күні жасаған істері, білген мағлұматтары жайында үнемі айтатын болды. Сол әңгіменің соңында бұл күнім босқа кеткен жоқ па? Мен оны жоғалтып алған жоқпын ба? Деп сұрайтын болды. Мәтіннің авторы Асеева, аударған Сейсенова. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырманы орындайық. Мәтін неліктен жоғалтып алған күн деп аталған? Өз ойыңмен бөліс дейді. Балалар, себебі мәтінде босқа өткен бір күн туралы жазылған екен. Егер бір күннің ішінде пайдалы жұмыс бітірмесең, онда бұл күніңді босқа өткіздім деп есептей бер. Нақыл сөзінің мәнін топта талқыла дейді. Балалар, егер бір күн ішінде пайдалы іс жасамасаң, онда бір күнің алтын уақытың босқа өткенмен тең екен. Себебі әрбір уақыт бұл бізге берілген мүмкіндік. Сондықтан әрбір күнімізді екінші күннен ерекше, қызықты, пайдалы етіп өткізуіміз керек. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Түбір сөздерге қосымшалардың жуан, жіңішке болып жалғану себебі неде деп ойлайсың дейді. Балалар, мәтіндегі қарамен жазылған сөздер досы, ағасынан, күндердің, баласының, әңгіменің. Ал енді мұндағы түбір сөздерге қосымшаның жалғану себебін түсіндіруіміз керек екен. Ол үшін біз мына ережені жаттап есімізге сақтауымыз керек. Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Мысалы, адам, мұнда жуан дауысты дыбыс, сондықтан жалғанатын қосымшалар да жуан болып жалғанады. Адамдардың. Ал түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Мысалы, сурет. Соңғы буыны демек жіңішке дауысты дыбыс, жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Суретшілер. Ал енді бізде қарамен жазылған сөздердің қосымшалардың жуан, жіңішке болып жалғану себебін айтатын болсақ, дос сөзіндегі о бізде жуан, демек досы, жалғанатын қосымша да жуан болады екен. Сол сияқты ағасынан, күндердің, баласының, әңгіменің сөздеріндегі соңғы буындары жуан болса, қосымша жуан жалғанады, ал жіңішке болса, жалғанатын қосымша да жіңішке болады екен. Ережені жаттап, есімізге сақтаймыз. 31-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлем құрап жаз дейді. Уақыт жылжиды немесе уақыт тоқтайды. Сағат өтеді, сағат жүреді. Уақыт тиісті сөзді қоюымыз керек және бұл сөздерге сөйлем құрап жазуымыз керек. Бірінші, сүйікті ісіңмен айналысқанда уақыт тез жылжығандай болады. Екінші, мектеп автобусы келгенше 1 сағат өтеді. Үшінші, достарыммен қыдырғанда уақыт тез өтеді. Осылай сендер де сөйлем құрастырып жазсаңдар болады. 32-ші жаттығу сурет бойынша әңгіме құра дейді. Жұбыңа баянда, оның құраған мәтініне өз пікіріңді білдір дейді. Балалар, суретте біз мұражайда жүрген балаларды және динозаврдың мүсінін көріп тұрмыз. Демек біз мұражай деп аталатын мәтін құрастырсақ болады. Мен демалыс күні достарыммен мұражайға бардым. Ол жерде ежелгі дәуірдегі жануарлардың мүсінін, қаңқасын көрдік.
Оның ішінде динозавр мүсінін көргенде қатты таң қалдық. Мұражай қызметкері бізге ежелгі дәуірдегі жануарлар туралы қызықты деректер айтып берді. Демалыс күні өте қызықты және пайдалы өтті. Балалар, сендер де осы сияқты берілген сюжет мазмұны бойынша әңгіме құрастырсаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.